Сәлем балақай. Ертегі лайк каналы келесі видеода шоколадты жұмыртқалар туралы болады. Бүгін 2 серияда, яғни холодное сердце, суық жүрек және лол қуыршақтарын көрсетеміз. Ал енді бастайық. Қайсынан бастаймыз? Холодное сердце ма, әлде лол қуыршақтары? Мен холодное сердце, яғни суық жүрек жұмыртқасынан бастағым келіп тұр. Көрейік, ішіне қандай ойыншық жасырынып тұрғанын. Ашамыз. Сыртқы келетінде қаншайым Анна мен Кристофтың бейнесі бейнеленген екен. Мінекей шоколадты қояйық. Ішінде кім салынған екен? Көрсем, бұл ұшақ сияқты, бірақ ертегі еш қатысы жоқ. Ойыншық деп ойлаймын. Сонда да оны құрастырып салып, қымбат емес киндерлер алып көрсеңіздер болады. Келесі лол қуыршақтарын ашып көрейік. Қызғылт түсті, розовый. Шоколадын ашамыз. Ішіндегі саршаны аламыз. Ішінде ара қойдым, қателеспесем. Бұнында дөңгелектер бар екен. Қызық. Арада дөңгелек. Жақсы, құрастырып көрейік. Бұл арзан сериядағы киндер ойыншықтары, яғни киндер фирманың емес, басқа фирмалар. Мінекей, қандай әдемі. Араны қараңыздар. Жақсы, келесі болды. Аша берейік. Қуыршағын. Шоколадтың әп-әдемі қуыршақтардың бейнесі бейнеленгеннен кейін ішінде қуыршақтар шыға ма деп үміттенген едім. Ал шоколадты ашамыз. Сінің жұмыртқаның саршығын аламыз. Ойыншық ашылған екен. Ошол барлығы дөңгелектерінен шығарған деген қабырғаны істеріп көрсетіп өңіп кеттім. Бұл нұсқамасы жасалған екен. Нұсқамасы бұл бізде қандай ойыншық екен. Бұл бізде от жағыш па? Сондай бір ойыншық көзім. Мына осындай от жағыш шығады. Дөңгелектер екі түрлі түсті, көк және қызыл. Жасыл, сары, автокөлік. От жағыш. Келесі серияда үлкен киндер ойыншықтарын алып көргім келеді. Қандай серияда көргім келетін туралы комментарияға жазсаңыздар болады. Бұл видео ұнай ма, ұнамай ма, сонда жазсаңыздар болады. Міне шоколадты ашты. Тақты көрейік. Бұл да араға ұқсайды ғой деймін. Ашайық, нұсқамасын көрейік. Иә, бұл да ара. Алайда бір бұл сары көк түсті екен. Жасалу өте оңай. Еш қиындығы болмайды. Оп. Скет болды. Мінекей, тағы бір ара.
Ал соңғы ошоның жұмыртқасын ашайық. Бұл көбелек. Тағы да араңа шығады ма десем. Ошол көбелек шығыпты. Мінекей, бұл нұсқамасы. Қандай әдемі. Сарғыш көбелек. Аяқтарының орнына дөңгелектер жасалынған екен. Өте қызық деп ойлаймын. Мінекей, осындай ошалды. Балақайлар, егер жасалмай жатқан болсаңыздар, үйдегі үлкендерді сұрауға болады. Әкетайыңызды, анашыңызды, мамаңызды. Бұл бізде негізі Эльза. Эльзаның алмай кім екенін білесіздер. Білмесеңіздер, бұл бір үлкен мемлекеттің патшайымы мен ханшайымы. Ал шамыз шоколадтарын бір бұрышқа жинайық. Енді бізде тағы да қателеспесем қуыршақ. Мен осы серияның ойыншықтары шығарма десем, өкінішке орай мен ойлағаным болмады. Бірақ бұл ойыншықтардан керек нәрсе. Сол себепті келесі жолы тек қана киндермен тағы да кішкене қымбатырақ ойыншықтарды сериалды жұмыртқаларды алуға тырысамын. Мен қараңыздар, тағы бір күлімдеген тікұшақ. Тағы бір тікұшақ. Бұл Кристоф. Кристоф Аннаның досы. Эльза патшайым жоғалған кезде табуға көмектескен. Қояйық. Тағы да тікұшақ екен. Тағы да тікұшақ. Бізде болған көк сары кештік тікұшақ екен. Бұл нұсқамасы деген инструкция. Орысша аударған кезде. Соңғысын ашайық. Бұл бізде Анна. Бізде Олаф аққала. Снеговик орысша. Ашайық. Қандай шоколадты? Өте дәмді тәтті шоколад деп ойлаймын. Егер бұл видеода және келесі видеода 1000 лайк басқан адамға керек сюрприз жұмыртқалардың 12 данасын сыйлыққа беремін. Басқа қалада тұратын болсаңыздар да, оның ақшасын төлейміз. Бұл бізде Божья коробка. Орысша, қазақша аудармасын білмейді екен. Егер көмектескілеріңіз келсе, комментарийға жазып, кім осының қазақша аудармасын табатын болса, таңдаулы түрде сыйлығымыз бар. Мінекей, жаңағы киндер сюрприздерден шыққан ойыншықтар осындай, қатты қымбат емес, жинауға да өте оңай екен. Бізде 3 ұшақ, 2 ара, автокөлік, көбелек және Божья коробка. Тағы да айтам, Божья коробканың қазақша аудармасын комментарийға жазған адамға сыйлық. Қош сау болыңыздар, балақайлар. Келесі жолы киндер сюрприздердің жұмыртқаларын ашуын көрсетемін.